Бүгінгі күн артына 45 қара сөзін қалдырып, адамзаттың көгіне күн болған ұлы Абайға күнтізбенің бетінен күн бұйырған сәт екен. Ендеше Абай Құнанбайұлының бір өлеңін оқып берейін. Абай Құнанбайұлы: өлсем орным қара жерсіз болмай ма? Өлсем орным қара жерсіз болмай ма? Өткір тіл бір ұялшақ қыз болмай ма? Махаббат ғадауатпен майдандасқан қайран менің жүрегім мұз болмай ма? Амалсыз тағдыр бір күн кез болмай ма? Біреуге жай, біреуге тез болмай ма? Асау жүрек аяғын шалыс басқан жерін тауып артқыға сөз болмай ма? Сонда жауап бере алмадым мен бейшара, сіздерге еркін тиер байқап қара. Екі күймек бір жанға әділет пе? Қаны қара, бір жанның жаны жара. Жүрегіңнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла. Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өстім, мұңмен жалғыз алыстым, кінә қойма. Жасымда албырт өстім ойдан жырақ, айлаға, ашуға да жақтым шырақ. Ерте ояндым, ойландым, жете алмадым,